сегодня срок задержания подозреваемых без санкций суда в 85% не превышает 48 часов, что стало возможным в том числе благодаря повсеместному внедрению эволюционной цифровой экосистемы электронное уголовное дело. Сейчас процесс сбора доказательств оцифрован полностью. Процессуальные решения следователя и прокурора принимаются быстро и без задержки в электронной системе. Практически все районные суды, прокуратуры и отделы полиции оснащены такой системой. Все материалы дела формируются в электронном виде в системе единого реестра досудебных расследований и направляются для санкционирования судье через интеграцию с судебной системой Турельк. Такая технологическая инфраструктура позволяет следствию избирать меру пресечения задержанным или же их освобождать даже в течение 36 часов или вовсе за 24 часа. Поэтому любые будущие изменения сроков задержания, например, его дальнейшее сокращение, потребуют прохождения сложной процедуры внесения изменений в основной закон. А это в существенной степени ограничит гибкость законодательства. В статью 16 Конституции также закладываются другие жизненно важные нормы, которые усиливают человекоцентричность государства, делая защиту прав и свобод граждан ключевым нашим приоритетом. Атап айтсақ, әркімнің жеке өмірі мен құқықтарына қол соғуға жол бермеуді конституциялық дәрежеге көтеру туралы кешеде бүгінде ұсынылып жатыр. Бұл мемлекеттің өз азаматы алдындағы жауапкершіліктің ең жоғары көрінісі деп санаймын. Дәлірек айтқанда, адам күдікті деп танылған алғашқы секундтан бастап, оның қасына білікті қорғаушының келуін қамтамасыз ету біздің басты талабымыз. Өкінішке орай, мойындауымызды қажет, көбіне адамдар осы заңның қыр-сырын, өзінің қандай құқықтары бар екендігін бірдей біле бермейді. Осының салдары жеке адам үшін де, мемлекет үшін де, жалпы қоғам үшін де ауыр зардаптарға әкелуі әбден мүмкін. Сондықтан тағдыры осы таразыға түскен сәтте әрбір адам өз құқығын темірде білуі керек. Бұл мемлекет кепілдік беретін мызғымас қорған болуы шарт. Осы орайда әлемдік деңгейде мойындалған Миранда қағидасын ата заңымызға енгізу уақыт талабы расыменде. Ұсталған адамға оның не үшін айыпталғаны және қандай құқықтары бар екендігін егжей-тегжейлі түсіндірілмесе, оған қатысты кез келген тергеу амалдары заңсыз деп танылады. Бұл тергеудің әділдігі мен ашықтығын қамтамасыз ететін басты кепілдік.